Сәлем қыздар, бүгінгі сабағымыз әдемі қазақтың киімдері мен тон бітімі туралы қазақ қызының қандай көркем екенін сендерге өлеңмен жеткізгім келеді. Қазақ қызы күн нұрынан жаралған ақ жүздері, мөлдіреген тұңғиық қара көздері, даланың ерке желінде ескен назбен жүректі тербелер ибалы әр сөзі. Қазақ қызы даланың қызғалдағы, ата-ананың аяулы армандағы. Бойында намыс, ойында тектілік бар, қазақтың кие қонған маңдайдағы. Шолпысы сыңғыр қағып ән салады, көрген жан көркемдікке тамсанады. Ананың ақ сүтімен дарыған ар, бойында мәңгі бақи сақталады. Қос бұрым қасиеттің белгісіндей, ақыл мен парасаттың үлгісіндей. Қазақтың қызы болған қандай бақыт, көктемнің жадыраған күлкісіндей. Қымбатты қонақтар, әрбір өрнектің өзіндік мәні бар, ата-бабамыздан қалған аманат. Қазақтың ұлттық киімдері қандай әдемі, біздің салт дәстүрді қастерлеп, осы рухты сақтайық құрбылар.